Al құрметті балалар, бүгін ойынымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойыны асық ату. Асық атуда балалар командалық ойын, үш ойыншыға тең ойнайды. Асық ату бұл қазақтың ежелден келе жатқан ойындардың көне түрі. Қазір қайтадан жаңғырту үстіндеміз. Барлығымыз асық атудың шарттыменшілерге бүгінгі біздің асығымыз пирамида деп аталады. Яғни біз бүгін бір жақтан ғана атамыз. Кім бірінші атады, жаңағы сақа иіруден бастаймыз, беруші сақаны. Сақаны мынау жаңағы алшы, тайқы, чік, бүк. Яғни бірінші алшы болады, одан кейін тайқы болады, одан кейін жаңағы бүк болады, одан кейін чік болады, балалар. Сол бойынша ереже бойынша ойнаймыз. Ал былай тұрса, бұл жаңағы омпы деп аталады. Омпы балалар бұл сабақ ең жоғарғы несі. Ал қазір енді атып көреміз, біз мына пирамидадағы тігілген ашықта ана қоннан атамыз балалар. Яғни кім көп ашықты бірінші ана жерден асыққа тежесіздер, асық жатаққа шашырайды. Шашырағаннан кейін мына шеңбердің жанында тұрып, мына шеңбердің жанында тұрып балалар. Аяғымызды көтермей сол асықтарды шеңберден шығарып жібереді. Ойынша түсінік қой, қазір енді сақа еріп алды. Сақа ермеңіз сақа ерген кезде жиеден жоғары тұрып үйреніп кім қазір бірінші адамы соны ала осыған соны анықтайды қайнақ сақадан кейінгі бірінші сен еріпсің. Жоқ, атпа үйірден бұлай жерден көрсеткенде жиеден жоғары бұлай бүйтіп еріпсейші сақаны. О сақаңды ер оғы. Бұраның күнде бұл күшті асене өзінің бұл бүк яғни кім бастайсың? Сен бастайсың. Ал сақаңды ала ғой. Шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ал енді балалар, бүгінгі біздің ойынымыз қазақтың ұлттық ойыны бесасық, яғни бестас деп айтылады. Бұл ойынды балалар өздерің білесіңдер. Адамды ептілікке және шапшаңдыққа баулиды. Қазақтың күннен келе жатқан ойын түрі. Ежелде ата-бабаларымыз осындай ойнаған. Ал бүгінгі бұл ойын қазіргі кезге сай жаңартылған ереже бойынша 13 турдан, яғни 13 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде балалар жаңа мынау асықты аласыңдар. Мына асықты ішінде өздеріңнің нелеріңді таңдап аласыңдар, биштеріңді, содан кейін бір-бірден аласыңдар. Яғни бұлай бір-бірден жинайсыңдар. Одан кейін екінші тур балалар. Бұл жаңағы асықты шүйіресіңдер, яғни ересіңдер бұлай. Сосын екі-екіден аласыңдар бұлай еміне. Екі-екіден жинап аласыңдар. Ал үшінші тур балалар бұл жаңағы үш-үштен жинап аласыңдар асықты. Енді шүйіресіңдер. Өздерің сақаларыңды аласыңдар іштегі. Үштен аласыңдар. Келесі турда төрттен. Солай бұл 13 турға жетеді. Ал біз бүгінгі ойынымызда балалар сендер сол жаңағы төрттікті үйренеді. Ең бастысы. Бұл бес асықта жаңағы ең алғашқы қадам төрттікті үйрене білу. Қазір өздерің алдарыңдағы бес асықтарды аласыңдар балалар. Сол бойынша төрт кезең, жаңағы төрт турда ойнап үйреніңдер. Ал балалар, енді мені сендерге бүгін мен мектебіміздің бітірушісі, аудандық жарыстардың жеңімпазы, осы бес асыққа облысқа қатысқан, облыстық құлагер сайыстарына қатысып, орындар иеленіп жүрген мектебіміздің бітірушісі Шәрбат, сендерге қазір осы бес асықтың қалай ойналу керек екенін сендерге көрсетіп береді. Сендер балалар мұқият тыңдап осыны
үйреніңдер. Ал шәрбат. Бірінші ойын неден бірінші кезеңнен бастап балаларға бастап түсіндіріп беремін. Ежелдеріміздің жастарымыз үштілікке, екілікке байланысты арқа тартқан, иә? Ауылда кешке жақын алтын арқан басында осы арқа тарту деген ой болған. Соны қазір балалар өздеріңіз болса көреміз арқа тартуды. Яғни сендер мына менің қолымның оң жағындағы балалар бір команда боласыңдар, сол жақта тұрған үшеуі бір команда болады. Сонымен арқан тартуды балаларымыз бастайды. Яғни арқан тарту болады. Қалай болады? Арқамен көрдіңдер, иә? Ортада белгі байланған. Яғни осы белгі мынау шеңбердің сыртындағы ақ сыртқа шыққанда қай команда сол жаққа тартып шығарады, сол команда жеңіске жетеді. Ал міне балалар тұрғандар. Кәне ортадан мен жақтайын, ортадан бастаймыз. Бәрі жақтырған қартасын арқаны келе шығарып. Кім темір бар, мына жерде шығарып, осы тұрғанбыз.